ел болам десең бесігіңді түзе деген ұлы Мұхтар Әуезовтің бір ауыз сөзінде қаншама үлгі-өнеге жатыр-ау. Осы бір ауыз сөзді өмірлік ұстанымдарына айналдырған Асқар мен Назерке балаларының тәрбиесіне жіті көңіл бөлген. Болмысынан бекзат, тумысынан текті адамдардың бірі. Осы тектілікті ұрпақтарының да бойына дарытып, санасына сіңдіріп келеді. Қысылтаяң кезеңде адам бойында сирек кездесетін, теңдесі жоқ адалдық, кең пейілділік, ақ көңілділік, қонақжайлылық сияқты адами қасиеттер Асқар мен Назеркенің бойында басым екендігі олардың ауыл аймағындағы қалың жұртқа мәлім. Осындай өнегелі отбасынан шыққан тұла бойы тұңғышы Арайлым арпа ішінде бір бидай, артынан ерген төрт бауырына қамқор, анасына қолғанат, әкесінің шәй демдер қызы, үйдің бар шаруасын еш қиналмай дөңгелетіп алып кете береді. Ұқыптылықты, тазалықты жаны сүйеді. Бір істі соңына дейін жеткізбей, ас суға назар аудармайтын мінезі де жоқ емес. Назеркенің иманды, салихалы әйел екенінен хабардар жұртшылық ішінара жалғыз қызын келін етіп алуға таласатын. Назеркенің өмірлік ұстанымы үнемшілділікке негізделіп, ысырапшылдыққа жол бермеу. Оң қолынан өнер тамған қас шебер. Ана қажетсіз заттың өзін бір кәдеге жаратып, жоқтан бар жасайтын қасиеті қызы Арайлымның да бойына дарыған. Ана мен қыз екеуі еш күмілжімей, ашық жарқын, құрбылардай сырласып жүреді. Анасы қызын үнемі болашаққа, әйелдік өмірге дайындап, үгіт-насихат айтып отырады. Қызым, мынаны құлағыңа құйып ал. Қандай күн кешсең де, еш уақытта ысырапшыл болма. Алла ысырапшыл пендесін ұнатпайды. Бұл жөнінде Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: шүбәсіз, ысырапқорлар шайтандарға бауыр, ал шайтан болса, Раббысына рахметі жоқ малғұн. Анасының әрбір айтқан сөзін ұғып, бейәдеп, қыңыр-қырсық қылыққа бой алдырмайтын Арайлымның көркем мінезін көрген жанның жүрегі елжіреп сала беретін. Оны өзіне жар еткісі келген жігіттердің есебінде шек болған жоқ. Алайда қармаққа іліге салатын Арайлым осал жан емес. Өзі қалаған, өзін сүйіп бағалайтын, қамқор бола білетін Азамат атты сымбатты жігітке тұрмысқа шықты. Азаматтың әкесі Бейбіт пен анасы Әйгерім екеуі де мектепте дәріс беріп, балаларды білім жолында жетектеп жүрген ұлағатты ұстаз. Жалғыз ұлы жұрттың бәрі ынтық болған қас сұлуды жар ретінде таңдап, өзіне жар ететінін естігенде Әйгерім бақыттан бұлбұлша жайнап жүрді. Мінекей, күткен сәт келіп жетті. Арайлымның қолынан шай ішіп, сәлемін алып жүр. Тектілік анасының ақ сүтінен бойына дарыған Арайлым бүкіл шаруаны айтқызбай-ақ шыр айналдыратын. Бәрінен ерте оянып, елдің соңында ұйқыға жататын пысық келін болды. Ата енесінен соң ұйқысынан оянуды ұят санайды. Үйдің іші Азаматтың үсті басы мұнтаздай тап-таза. Азаматтың ақ көйлегінің жағасын кірлетпейтін ұқыптылығына енес алғашында тәнті болды. Әйелінен бірде-бір мін таппайтын Азаматтың әйеліне деген құрметі күннен күнге арта түсетін. Өзге әйелдер секілді әкең бұлай деді, шешең бұлай деді деп түзде жүріп шаршап, шалдығып келген күйеуінің басын ауыртып, миын ашту Арайлымға тән қасиет емес. Ата-ене, күйеуі болсын, бөтен кісі болсын, босағадан басын сұққан ақ алдыдан жүгіріп шығып, сөмкелерін көтерісіп, тіпті сырт киімдерін, аяқ киімдерін шешуге көмектесіп бәйек болатын. Кез келген ер адам алған жары әке-шешесін сыйлағанын қалайтын айдан анық. Арайлым үнемі еріне мақтанышпен, құрметпен қарайды. Бұл сезімін шынайы, жүректен шығып, оны құрметтеп, үнемі келіншегін көруге асығатын болды. Әйел адам еріне әдепті, сыпайы сөйлесе, ер адамның да сөйлеуі соған сәйкес болатыны баршаңызға мәлім болар.
Егер сіз оған дөрекі, ренжи сөйлесеңіз, оның да сөйлеуі қатал, қысқа әрі дөрекі болатын секілді. Азамат та әйелінің сөйлеу мәнеріне өзін де сіңдіріп, ешбір уақытта келіншегіне дөрекі сөйлеп ренжіткен емес. Аса ерекше құрметке бөленіп, махаббаттың дәміне масайып, шаттықтан төбесі көкке жетердей күй кешіп жүрген Азамат келіншегіне түрлі сыйлық жасап, ара-арасында кешкі серуенге шығарып жүрді. Ұлының өзіне көңіл аудармай қойғанын байқаған Әйгерім, ұлын келінінен қызғана бастады. Жас жұбайларды оңаша серуенге жібермеу үшін түрлі айла-тәсіл қолданып, үнемі жолдарын бөгеуді әдетке айналдырды. Кейде тіпті шектен шығып, өлім аузында жатқан адамша ыңқылдап, сыңқылдап, ыңырсып жатып қалатын. Оған сенген ұл Азамат көз ілместен анасының басында отырып, күзетіп таң атырушы еді. Күндер солай өте берді. Ұлын қызғанған ананың бір өтірігінің артынан бірі еріп жатты. Жас жұбайлар аптаның 1-2 күнінде ғана бір төсекте жататын болды. Оның өзінде Әйгерім түн ортасына дейін 100 рет шақырып, әбден мазаларын алатын. Алайда арақашықтық олардың лаулап жанған махаббат жалынын сөндіре қоймады. Керісінше, сынға түскен сезімдер шыңдалып, жас жұбайлар бір-біріне бұрынғысынан да ынтық бола түсті. Енесінің ессіз қылығына арайлым мән бере қойған жоқ. Артық ауыз сөз айтып, күйеуінің басын қатырып, ұрыс-керістің алдын алу үшін мылқау адамның күйін кешіп жүрді. Ұлын қызғанған Әйгерім ессіз әрекеттер жасап жүрген өзі де ұғына алмас еді. Шайтанның арбауына еріп, ұлы мен келінің суретін арқалап, бақсы балгердің есігін сығалап жүрді. Жұрт мақтаған балгер әйелге ұлының суретін көрсетіп, болжам жасатты. Ұлым қатынның айтқанынан шыға алмайды, тек соның ғана айтқанын орындап, сызған сызығымен жүреді. Мен білемін, ол қатын ұлымды дуалап алған. Ұлымды оның дуасынан құтқарып бересіз бе? Иә, міне көріп тұрмын. Балаңызға оңдырмай дуа жасапты. Мен қайтарам дуа жасап беремін. Маған шәй, тұз алып келіңіз. Мен сол заттарға дем салып беремін. Ұлыңыздың тамағына тұзды қосып, шәйді демдеп бересіз. Не айтсаңыз да мейлі, бәрін алып келемін. Тек баламды әйелінің шырмауынан шығарып берсеңіз болғаны. Қазір мен сатып алып келейін. Егер қаласаңыз менен ақ сатып алсаңыз болады. Балгерлерге де осындай ақымақ адам керек емес пе? Тұз бенен шайды дүкендегіден 3-4 есе қымбат бағаға сатып, оған бірдеңелерді айтып дем салып берген үшін тағы да ақы алып Әйгерімді тонап қалды. Әйгерім жасырынып жүріп, ұлының тамағына аздап, дуа салынған тұзды қосып, шайына дуаланған шайды қосып беріп жүрді. Бірнеше, еш сыр жасырмайтын, бір-бірімен санаспай, тірлік жасайтын, бір-бірін үнсіз көз қарастарына түсінетін жас жұбайлардың арасына іріткі салып, ұлын келініне дауыс көтертіп, боқтап, дөрекі мінез көрсеткенін қалайтын жас ененің әрекетін түсіну қиын. Қайдан ғана түсіну мүмкін болсын? Өзінің не қалайтын Әйгерімнің өзі білмесе. Азамат келіншегіне дауыс көтермейтіндігі, арайлымның жарына мойынсұнып, дегеніне көнетіндігінен, барар жеріне ескеріп кеткенінің себебі сүйікті келіншегінің өзі үшін алаңдап, жаны қоярға жер таппайтынынан болса керек. Ал бұл ұлы сезімді Әйгерім сөндірмек болып, кіммен, немен екенін өзі де білмейтін арпалысып жүрді. Ұлына қаншама дуа жасатты, сыртынан оқытпаған жері, ас шайына қоспаған дуасы қалмады. Ақыр соңы қалауы орындалып, Азамат келіншегіне дауыс көтеріп сөйлеп, сұрақтарына жөнсіз жауап беретін, үйге кеш келетін әдеттер пайда болды. Махаббат сезімдері қаншама бақсы балгердің жасаған дуасына төтеп бере алмады. Екі жастың арасы алшақтай бастады. Небәрі бірер айдың ішінде Азамат адам танымастай болып өзгеріп шыға келді. Не істеп, қайда жүргенін де өзі білмейді. Құтырған мақұлыққа айналды. Жүкті әйелін өлімше сабап, тепкілеп, ішіндегі сәбиін түсіріп қойды.
кейде өкіріп жылайды, кейде ессіз адамша күледі. Жұмысынан қуылды. Көлігінен өз қолымен өртеп жіберді. Әкесін соққыға жықты. Өз терісіне өзі сыймай, өзін-өзі пышақпен тіліп тастады. Айта берсем, істеген ісінің шегі жоқ. Ақыр соңы айдай сұлу, салиқалы әйелінен айырылып тынды. Арайлымның әке-шешесі мен бауырлары Арайлымды күштеп өз үйіне алып кетті. Баласының келінінен қызғанып, олардың арасына ірткі салғысы келген Әйгерімнің қалауы орындалды. Ұлы келіншегін іздемейді де, қалай іздесін? Өзінің кім екенін де ұмытып қалса, кім екенін білмесе, қаншама дуаның кесірінен ақыл-есінен айырылып, жында танса. Әйгерім іштей өкініп, күрсініп жылап, Құдайдан жалбарынып, жатса тұрса, ұлының дертіне шипа сұрайды. Жасы 60-тан асса да, әлі күнге дейін 40-қа таяп қалған ұлын жетектеп, молда имамға тасып дем салдырып, әлек болып жүрген жөні бар. Ұлын келінінен қызғанып, ел арасында өз ұлын жынды еткен ана деген лақабатқа ие болған бұл ананың өкініш өзегін өртеп, жанын азапқа салып жүр. Өзі секілді ұлын келінінен қызғанатын аналарға сақ болсын деп, бар күш-жігерін жиып баяндап береді.